Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте оңай пицца пісіріп үйренеміз. Видеоны бастамас бұрын ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бір жасағаннан қамыры өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Ең алдымен жылы суды ыдысымызға құйып, үстіне бір жұмыртқа, бір шай қасық қант, қасықтың ұшымен азғантай тұз, бір шай қасық ашытқы, бір қасық қаймақ және 2 ас қасық сұйық май құйып, барлығын араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырғаннан кейін үстіне ұн салып, қамыр болғанша илейміз. Енді бетін жауып, жақсылап орап, ашығанын күтеміз. Қамыр ашығанға дейін пиццаға керекті заттарды майдалап тураймыз. Міне біздің қамырымыз ашыды, енді 2-ге бөліп, жұқа етіп жаямыз. Қызып тұрған табамызды майлап, қамырдың өзін пеште 10 минут шалап пісіреміз. Не қараңыздар, мендегі қамырдың қалыңдығы осындай болды. 10 минут піскеннен кейін беті осылай қызарады. Енді кетчуп майонездерін жағып, барлық керекті заттарын салып, және 5 минут пісіреміз. Бес минуттан кейін алып, бетіне сырын сеуіп, және сыр ерігенше пісіреміз. Міне біздің пиццамыз дайын. Қамыры өте жұмсақ болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Салмасына өз қалауларыңыз бойынша салып жасасаңыздар болады. Бір жасағаннан өте дәмді болып шығатын пицца. Сіздермен болған Алия. Видеом ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.